Сәлем достар. Бүгін менің бір күндік күнім қалай өтеді, яғни влог түсіретін боламын. Сондықтан соңына дейін қарап, маған жазылып, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазір бізде сағат 19-дан 40 кетті, 10-ға 20 минут қалды. Енді мен тұрдым. Үйде ешкім жоқ. Тек қана өзім. Малика бізде сабаққа кетті. Аяна бізде садикте, мамамдар жұмыста. Үйдегі жалғыз оқушы да мен 90 бітіп өстіп енді бір апта демалып жатырмын. Сол себепті қазір сіздерге влог түсірейін деп шештім. Енді қазір бірінші мен шашымды тарап алатын боламын. Кеше мен шашымды жуған болатын, сондықтан шашым осындай объемный үлкен болып тұр. Қазір соны енді қалпына келтіретін боламыз. Все. Достар, маған назар аудармай қойыңыздар, өйткені бізде күн шұғылысып тұр. Шұғылысқандықтан осындай заттар қатты көрінетін болады. Міне достар, мен жуынып болдым. Енді ең бірінші таңғасымды ішетін боламын. Бүгінгі таңғасыма жұмыртқа және де соковый молокодан тыква мен сәбіздің сокын ішетін боламын. Таңғы асымды ішіп болдым. Енді маған плюсостау керек. Міне достар, қазір мен плюсостаудан таппаймын. Міне достар, мен ваннада да жуып болдым, түскі асымды да ішіп болдым. Енді маған қазір уже жиналу керек. Сағат бізде 12-ден асып кетті, бірде шығуым керек. Ал бірден шығып, мен iPlus'қа барып несте көретін боламын. Қарап, НТ-ға да дайындайды. Енді маған НТ-ға дайындалу керек. Сол себепті мен жақсы үйрететін курстар іздеп жүрмін. Енді iPlus'қа барып, мен бәрін сұрап, тексеріп, қарап, ұнаса баратын боламын. Және де тура соңқасында менің ағылшыным. Одан шығып, ағылшынға баратын боламын. Ең алдымен мен шашымды блокамен өстіп түзетіп аламын. Бүгін мен өте ыңғайлы, сондай қарапайым киім кие салатын боламын. Оған астына кроссовка және де үстіме кепка киіп алам. Осындай штанымен үстіме футболка киемін. Қазір сіздерге толықтай көрсетемін. Міне достар, мен дайынмын. Осындай бүгінгі менің образым ыңғайлы және де қарапайым спорттық түрде бүгінгі образым. Және де тағы да аксессуар ретінде кепкамен қолына Apple Watch қостым. Үстіме осыны киіп алатын болам. Міне менің бүгінгі образым, және де сумкамды тағы да алып аламын өзіммен бірге. Міне достар, мен шықтым автобустан. Енді Фортобанктың қасында екен, Абаяның бойында. Енді қазір мен пробный урокқа барып көретін боламын. Бағасы көремін, қандай күндері болады, соларын сұрайын келем. Просто қазір уже менде 3-те уже сабақ басталады. Қазір 2-ден 20-25 кетті. Сондықтан мүмкін пробный урокқа келесі басқа күн таңдап қараймын, өзім көремін. Достар, мен міне Фортобанктың қасына келдім, бірақ дұрыстап таппай жатырмын. Яқта өздеріңіз көріп тұрғандай iPlus деген жоқ. Бірақ осы қатарда да уже так 4
3 этажда екен. Центр подготовки 400-ші кабине. Міне достар, мен келдім. Альбулестің іші осында екен. Яғни оқушылар туралы жазылған. Іші енді кең, үлкен. Қазір маған осы жерде күте тұрсын деді консультацияға. Міне достар, мен консультация күтетін жерде күтіп отырмын. Негізі уже орындары жоқ екен, тек қана 5-тен 8-ге дейін ғана. Қазір маған тест әкеліп береді. Соны жасайтын. Шықтым. Тест жазып пробный тест жасап кеттім. Бірақ мен асығыс болдым. Қазір уже ағылшынмен басталып кетті. 3-тен 8-ге тұрып қалды. Енді бір остановкадан автобусқа отырсам, сосын қайттан түсіп, өйткені кешігіп бара жатырмын. Енді жауабын маған WhatsApp-пен жібере салыңыз деп айттым. Міне достар, мен де ағылшынға келдім. 8-ші этажында оқимын. Күшті прям вид. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мен міне достар үйге келдім. Бірақ мен сіздерге ағылшында видеоға мүлдем түсіре алмадым. Телефонымды зарядкаға қойып кеттім. Телефонымды зарядкадан алғаннан кейін де видеоға түсіруді ұмытып кетіпті. Және де біз көбінесе бәріміз ойын ойнадық және спикинг сөйлестік ағылшынша. Сондықтан мүлдем түсіре алмадым. Сіздерге 8-ші этаждан көріністі көрсетейін деген, оны да көрсете алмадым. Міне енді үйге келдік. Достар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де бүгін біз Малика екеуміз Әлемалардың үйіне баратын боламыз. Одан Әлемалардың үйінен Боталардың үйіне баратын боламыз. Өйткені бүгін Ғайнидің туған күні. Мүмкін танитын шығарсыздар, кейбіреуіңіз танымайсыздар. Бірақ біздің туысқанымыз, солардың үйлеріне баратын боламыз. Өйткені Ғайнидің туған күні. Және түнгі 12-де құттықтайтын боламыз. Осымен менің видеом аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.